Сәлем достар, байланыста Аида жеңіз, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда біз маркетинг онлайнда табыс табу және үздіксіз даму жайлы айтатын боламыз. Дайын болсаңыздар бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз маркетингте қалай көбірек ақша табуға болады. Мен сіздерге нақты топ 3 кеңеспен бөлсем. Сонымен видеомызды бастамас бұрын танысып алайық. Есімім Аида, жасым 26-да, дәл қазір Астана қаласында тұрамын және маркетингте жүргеніме осымен 7-ші жыл болды. 7 жыл ішінде әртүрлі эксперттермен және әртүрлі компаниялармен жұмыс жасадым. Олардың ішінде ең атақтылары Қуаныш Шонбай, Фариза Төрәлі деген секілді эксперттер, компаниялардың ішінде Шонбай Бизнес School, Атлас деген секілді әртүрлі компаниялар бар. Барлық скрин осында қойып қоям, қарап шықсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі тақырыпқа көшейік, достар. Бүгін сіздерге айтқандай топ 3 кеңес беремін және бірінші кеңесім ол запусктың екі түрінде меңгеру керек маркетолог. Жалпы запусктың өзі екі түрі бар. Бірінші түрі ол суық аудиторияға жасалатын запуск, екіншісі ол жылы аудиторияға жасалатын запуск. Суық аудиторияға запуск жасау дегеніміз сіздің өніміңізді, сіздің экспертіңіз жайлы мүлдем білмейтін, мүлдем естімеген адамдарға сіздің өніміңіздің бар екендігін көрсету. Мысалы, қазір байқап отырсаңыздар, Инстаграмда отырасыздар және сіздерге таргет жарнамасы шығады. Сіз мүлдем көрмеген өнім, сіз мүлдем көрмеген эксперт алдыңыздан шығуы мүмкін. Вот осы достар холодный аудиторияға запуск жасау, яғни суық сізді мүлдем танымайтын аудиторияға сіздің өніміңізді ұсыну, сіздің өніміңізді сату. Бұл запусктың бірінші түрі. Ал запусктың екінші түрі ол жылы аудиторияға жасалатын запуск. Әдетте бұны қазір біздің нарықта блогерлер өте көп қолданады. Өздерінің 100 мың, 200 мың, 1 миллион деген секілді оқырмандарына әртүрлі курс немесе бір белгілі бір өнім сатады. Вот осыны біз жылы аудиторияға жасалатын запуск деп атаймыз. Жалпы көбірек ақша тапқысы келетін маркетологтар запусктың екі түрін де меңгеру керек. Мысалы, мен өзімнің кейсімде запусктың екі түрімен де айналысамын. Сәйкесінше маған келген клиенттерге мен лидті клиенттерді тек жылы аудиториядан ғана немесе тек суық аудиториядан ғана алып кеп бермеймін. Мен всегда араластырып қолданамын. Сәйкесінше бізде көбірек лид және көбірек продажа болады. Бұл біздің бірінші кеңесіміз болды. Екінші кеңесіміз маркетолог үнемі нәтижеге бағытталған жұмыс жасау керек. Нәтижеге бағытталған деген ол жай ғана мен бір рилс салдым, оның охваты осынша лайк деген секілді емес. Маркетологтың қазіргі нәтижесі ол окупаемость, яғни сіздің жарнамаға кеткен ақшаңыз қанша есе ақталды деген сөз. Мысалы, сіз кәсіпкерге менің салған рилсым 100 просмотр, 1000 просмотр жинады дегеннен қарағанда, менің жіберген воронкама 1 миллион кетті және осы 1 миллион соңында 10 миллион болып 10 есе ақталып шықты десеңіз, бұл кәсіпкердің басында логикалық тұрғыда әлдеқайда тиімді болып көрінеді және сәйкесінше ол әлдеқайда тиімді. Сондықтан достар, сіз үнемі маркетолог болсаңыз, көбірек ақша тапқыңыз келсе, үнемі сандармен сөйлеңіз. Мен мына воронкаға қанша құрттым, даже теплыйға жасап атсаңыз да, мен Инстаграмдағы воронкаға осынша салдым және соңында ол воронкадан осынша шықты деп міндетті түрде санмен сөйлесеңіз, нәтижеңіз де бірден көрінеді. Сол үшін жаттап аламыз. Екінші кеңес, нәтижеге жұмыс жасаймыз, ал нәтижені біз үнемі сан эквивалентінде беруіміз керек. Және сіздерге айтқым келетін үшінші кеңес ол базамен жұмыс жасау. База дегеніміз не? Ол белгілі бір уақытта сіздің өніміңізге немесе сіздің тауарыңызға, сіздің қызметіңізге қызыққан адамдар. Ол адамдардың әртүрлі данныйларын өзіңізге сақтап қойсаңыз болады. Мысалы, номерін, атын, имейлін деген секілді әртүрлі данныйларын өзіңізге сақтап алу арқылы ертең сіз адамдарға қайта жарнама көрсете бере аласыз. Жалпы базамен жұмысты көп маркетологтар білмейді және орысша айтқанда недооценивают, бір оған жеткілікті көңіл бөлмейді. Неге? Өйткені как будто таргет жіберсеңіз, оңайырақ клиент алып келетін сияқты болып көрінесіз, бірақ негізі базамен оны жинап, базаға сіз қайта касание жасасаңыз, сіз таргетке құртқан ақшаңызды бірнеше есе үнемдейсіз. Сондықтан достар, құрметті маркетологтар, есте сақтаймыз, жай ғана таргетке ақшаны жібере бермей, жай ғана қайта рилс сала бермей, сауатты түрде база жинау керек және сол базаға касаниялар жасау арқылы өзіңіздің өніміңізді, өзіңіздің немесе экспертіңіздің өнімін ұсынып, продажаларыңызды көтерсеңіздер болады. Сонымен достар, бүгінгі видеода айтылған кеңестерді қорытындылайық. Бірінші айтылған кеңесіміз ол запусктың екі түрімен де айналысу. Біріншісі суық аудиторияға, екіншісі жылы аудиторияға. Екінші кеңесіміз ол нәтижеге жұмыс жасау, яғни сандармен жұмыс жасау. Нақты осынша теңге салдым, осынша теңге алып шықтым деп айту. Және үшіншісі ол әрине базамен жұмыс жасау, маркетинг бюджетті үнемдеуге тырысу, маркетинг бюджетті азырақ құртып, көбірек нәтиже шығаруға ұмтылсаңыздар, сіздер ұтылмайсыздар, маркетингте көбірек ақша табасыздар. Бұл менің опытымда солай, және сіздерге де көмектеседі деген үміттемін. Бүгінгі видео осымен аяқталды. Сіздерге пайдалы боламын деген үміттемін. Міндетті түрде төменге лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше, всем пока!